Сәлеметсіздер ме, құрметті менің каналыма кіріп, көріп, қызықтап жүрген қауым. Бүгін сіздермен біз осындай 3 литрлік банкілерге жабылған қара өрік пен мына жүзімнің қосылған кишмиші бар арасында, қалған жүзімдері бар арасында осындай қосылған әдемі компотты жасау тәсілін көреміз. Сіздермен бірге жасаймыз. Бұл қысқа сақталатын компотты жасау үшін бізге керекті заттар. Мына қара өрік. Қара өріктің қазір науқаны. 3 кило қара өрік алдық. Онан жаңа 2 кило кишмиш алдық, жүзім. Сосын мына тайфи деген бір тәтті жүзім бар. Содан бір 5 кило алдық. Енді мына 6 банкіге 3 литрлік бәрін ішіне салып көреміз. Жүзімдерді салып жатырмыз, жайлап. Банкілердің бәрін стерилизовать еттік. Жарты сағаттан. Енді міне кишмишін саламыз. Оның үстіне қараңыз. Қандай әдемі кишмиш. Енді міне қараңыз. Жүзімдер қандай керемет. Қазір жүзімдердің науқаны. Қандай күшті жүзімдер, қараңыз. Мынау сүйек жоқ кишмиш. Енді өстіп. Міне 6 емес, алған заттарымыздың бәрі көбірек екен. Сондықтан 3 литрлік банкіде 8 банкі жабатын болдық. Қыстың күні өте керемет, ашсаңыз өте дәмді. Қонақтарға берсеңіздер де өздерің айт мерекелеріне болсын, сондай тамаша болып естіледі. Енді бұлар қазір бәріне бір 3 литрден қараңыз. Жарты кило қара өрік салдықтағы, жарты килодан жүзімдердің әр түрінен салдық. Жүзімдердің ескілеуін амаңыз, сабағы көкшілін алыңыз, көккембек сондай балғын, свежий дейді, сондай түрін алыңыз. Енді қазір бұған бәріне қайнағып тұрған суды құямыздағы бір төгіп тастаймыз. Сонан кейін барып, әрқайсысына бір стакан қант салып, қайнаған су қойып, жабамыз. Міне қайнаған су құйып қойып жатырмыз. Қайнаған су 20 минут тұрады. Сосын бұның бәрін төгіп тастаймыздағы әр банкіге бір 200 граммдық стаканмен қант салып, қайтадан қайнаған су құямыз. 20 минут өткенін күтіп жатырмыз. Қараңыз қандай көрінісі банкілердің. Керемет. Қыстың күні жаңа жылдадан мерекелердің бәрінде қонақтарыңызға ашсаңыз, дүкеннің суығынан, басқасынан өнесі артық. Сондай тамаша өзіңіз қолдан жасаған компот. Банкілердің ішінде суының бәрін төгіп тастадық. Кейбіреулер сол төккен суын қайтадан қайнатып құяды. Мен ондай жасамаймын. Мен құйып тастаймын да, төгіп тастаймын да, қайтадан қайнаған су құямын. Міне енді әр банкіге бір стакан қант салып жатырмыз. Міне енді бетін жауып қоямыз да, суымызды қайнатып алып, бәріне бір стакан қант салып қойдық. Енді қазір біртіндеп қайнаған су құйып жауып ала береміз біз. Міне қараңыз, қандай көркем банкілерді ішіндегі заттарын қараңыз салған. 8 банкі әдемілеп жауып алдық. Керемет. Қыстың күні сен же, мен же, балаларыңызға да, отағасына да, қонақтарға да бәріне ұнайды. Осылай менің әдісіммен де жасап көріңіздер. Шабдағымен өрік қосып жасаса болады. Алмамен өрік қосып жасаса болады. Алмамен сливанды қосып жасаса болады. Қалаған фруктыларыңыз қойып, қосып, қыстың күні жейтін тамаша осындай компоттар жасап алыңыздар. Менің әдісім қолданыңыздар. Енді ұнайтын жерлері болса айтыңыздар, комментарийде жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Осылай жасай беріңіздер. Астарыңыз